Халықпен кездесу жалғастырудамыз. Бүгін Бабкина милиция кентінде болдық. Бұл жақтың мәселесі мен үшін бөтен емес, өйткені осы жерде өзімнің балық шағым өтті. Мәселенің бәрін біліп отырмыз. Кез келген жердегі сияқты мәселелер, ол жаңағы ит мәселесі, сумен қамтамасыз, жарықтандыру мәселесі, қар тазалау мәселесі қыс бойы болған, жаңағы қоқыстың төгу мәселесі, сосын жолдар мәселесі көп көтерілді. Әрбір мәселе өзінің шешімін біртіндеп табатын болады. Барлығы шешуге болатын мәселелер бұйырса уақытымен бюджеттің мүмкіндігіне қарай шешетін боламыз. Жайлы мектеп дайын, өздеріңіз көрдіңіздер, халықта көрді, арнайы кіргізіп бүгін осы жерде кездесу өткіздік. Бүгін облыс әкімінде жиналыс өтті. Облыс әкімінің нақты өзінің тапсырмасы 1 сәуірге дейін бұның құжаттамасын аяқтау. Мәселенің бәрі тек құжатқа тіреліп тұр. Мектеп бүгін балалар кірсе де дайын негізі. Түсінсеңіздер, енді бұл лицензиясыз мектеп жұмыс істей алмайды. Бұл жаңа кітап алу, мұғалімдердің оқытуы, тіпті асхананың өзі де лицензия жұмыс істей алмайды. Сондықтан қазір барлығы осы лицензия мәселесіне тіреліп тұр. Ол мәселе шешілгеннен кейін бұл мектеп бүгін балалар кіре берсе де болады, негізі дайын тұр.